Өмір солай. Өмір адамға берілген сый, тек ол бір-ақ рет берілетін сый. Ол жер бізге сахна бұл ойнау, бұл жерде ойнауды үйрену керек шығар. Қысқа ғұмырда бірін-бірімен сапырылысқан адамдар тек нәпсінің иелігіне көшіп кеткелі қашан. Адам болу, бұл көп оқу немесе жақсы жерде білім алу емес, керісінше рухани байлықтың молдығында. Адам бұл өмірде қасындағыларды түсінуге, ұғынуға, зерттеуге ұмтылады. Бірақ түсінген емес, себебі адам мінезіне ешқашан толыққанды, сенімді формула қойылмаған. Әр адамға жанында жүрген жандар қымбат сезілері анық, мысалы, ол атана, туған туыс, сүйіктің дегендей. Тағы бір өмірдегі жақсы сый, ол сіздің жан досыңыздың болуы. Досы көпті жау алмасын білеміз, бірақ досын жауға тастағандарды да жиі естіп жүрміз. Достық туралы философ Шопенгауэр өзінің өмірлік данышпандықтың афоризмдері деген еңбегінде нағыз шынайы достық адамдардың бір-бірімен терең, таза және адал қарым-қатынасын қажет етеді. Бұл дегеніміз, досыңыздың қайғысы мен қуанышына ортақтаса білу деген сөз. Осының бәрі адамның табиғи өзімшілдік, өркөкіректік қасиеттерін жояды депті. Шынайы достық қандайда болмасын өмірлік жағдайларда досыңа көмекке келіп, оны қолдай білу болғанмен де, бұл сіздіңше тек пайдалану тәсіліне ұқсамай ма? Ол менің досым, бұлай айтудың өзі дұрыс емес шығар, себебі достық іштей ұғынысу емес пе? Қоғамда қыз бен жігіт дос бола алмайды деген тартыс әуелден ақ талқыланып келеді. Жоқ деп айтатындардың саны басым. Бірақ мен оған келіспес едім. Біз ол екеуміз қатар дүниеге келдік. Кешкентай кезімізде бірге көп ойнайтынбыз. Мектепке де қатар бардық. Біз дос боламыз деп ант беріскен жоқпыз, немесе уәделескен де, тіпті олай келіскенде емеспіз. Бірақ ол әр кез менің жанымда. Мектепте жүргенде ол үнемі жақсылыққа жаны жақын жүретін. Үнсіздік. Тар бөлме. Жабырқау отырысқа қарап, жалғаннан жалыққан бейнені елестетесіз. Түңілген түр. Сырттағы тершілікке қарап жиіркене қарайтындай. Бұл тыныштықты сырттағы аяқ дыбысы бұзды. Ақ ұлпа қарды етікті жерге қайта-қайта соққылап түсіріп жатыр. Оның жүрісінен мен оны анық таныдым. Бойы ұзын, ақ құба, көк көзді жігіт. Ол үнемі менің жанымда жүріп, мені түсіне біледі. Қиын қыстауда қасымнан табылады. Ол маған қарап үнсіз тұр. Бұл оның маған тыңдап тұрмын сені деген белгісі еді. Мен әдеттегідей көсіле сөйлеп кетем. Ішімдегі ойдың бәрін мен оған ғана икембей жеткізе аламын. Оған ғана мен бүкпесіз сөз айта аламын. Тыңдата аламын және оны тыңдай аламын. Менің алабұртпа мінезімді де, әрбір әзілімді де ол тыңдай алады. Және іс-қимылыма ол маған жағымпазданбай теке жауап беріп, бұрыс тұсымды айқындап береді. Адамдар неге әрдайым өзімшілміз? Неге біз осы қашанда бас пайдамызды бірінші санатқа қоюға құмармыз? Неге сатқындық көбейіп кетті? Жақындарымыздың жанына 5 күндік жалғанда неге көп сыза түсіреміз? Біріміз неге көңілімізді қалдырамыз? Бәлкем бұл айтылғандар біреулер үшін түкке тұрғысыз жайт болып көрінуі мүмкін. Неге біз осы? Атау кере шығармасындағы маскүнемде осы сөзді жиі қайталайтын еді ғой. Байқұс ол да жарық әлемнің жағымсыз құбылыстарынан жиіреген екен ғой. Қазіргі қыздар неге сондай ерсі, ебедейсіз ашық болып кетті? Жақында ғана бір құрбымның туған күніне бардық. Қызықты отырысты. Менің қуанышымды сол бір ерсі айтылған қыз сөзі бұзған еді. Ол сол ортада көп сөйлеп қызықты қылып отырды. Әзілдерімізде жарасып отырған. Бір кезде әңгіменің қайдан шыққанын қайдам ол бой жеткен. Мен жігіттермен бір ай жүремін. Зеріккендіктен деп топ еткізбесі бар ма? Масқара, сонда махаббат зеріккенде билейтін би ме, жоқ әлде әнбе жалыққанда дыбысын өшіре салатын? Жалғанай десеңші, қызықпыз, ау қызықпыз. Мен сол сөз үшін одан жиіркендім және сондай досымның болғаны үшін өзімнен жиіркендім. Тағы да дос, жоқ дос емес таныс, құрбы-құрдас дегеніміз жөн шығар. Осы сәтте ол жігіт маған болдың ба дегендей ыңғай білдірді. Мен тына қалдым.